Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бізге бүгін мынандай бір функция беріліпті. Бұл математикалық регат олимпиада есебі екен. Аудандық кезең үшін 20 минут берілген екен. Бұл есепті талдауда негізгі идеяны түсіндіріп кетейін. Негізгі идеямыз, мысалы 11-ші 10 сынып оқушылары болатын болса, мысалы күрделі функция құраңыз деген болады. Мысалы x квадрат f от x тең x квадрат функциясы және gx функциясы үшін мысалы 1 плюс синус x функциясын яғни берілсін, және бізге мынандай бір күрделі функция құрап беріңіз дейді. Мысалы f gx функциясын құраңыз дейді. Енді x-тің орнына біз gx-ті қоямыз, x-тің орнына gx-ті. Яғни мына x-тің орнына біз gx-тегі мәнді қоямыз. Біз жазамыз 1 плюс синус x және квадрат. Осындай күрделі функцияны құрастырамыз. Енді дәл сол идеяны пайдаланайық есебімізде. Шешім табу үшін елді берілген осы функция, және мен бұл жерде мынандай әдісті пайдаланып кеттім. 30 дегенімізді 36 минус 6 дедім да. 36 минус 6. Мына дегеніміз қысқа көбейту формуласындағы қосындының квадратына тең. Яғни f от x функциямыз мынаған тең болды. f от x функциямыз тең болды x плюс 6-ның квадраты минус 6-ға. Енді мен мына функцияны табайын деп тұрмын. f от x функциясын, яғни мен мына x-тің орнына мен жазамын, төбеде тұрған мәнді жазам. Мына мәнді жазам. x-тің орнына x плюс 6-ның квадраты минус 6-ны жазам. Сол кезде минус 6 мен плюс 6-ны жоямыз. Сол кезде бізде 2 дәреженің дәрежесі формуласымен көбейеді. Яғни x плюс 6-ның 4-ші дәрежесі минус 6-ны береді. Енді келесі функцияны табайық. f от x функциясын, яғни x-тің орнына мен төбеде тұрған өрнектің мәнін қоямын. Сол кезде x плюс 6-ның квадраты минус 6-ны қоятын болсам, яғни минус 6 мен плюс 6 жойылып кетеді. x плюс 6-ның квадратының 4-ші дәрежесі болады. Сол кезде 2 көбейеді, дәреженің дәрежесі 8-ші дәрежені береді, және минус 6 тұря босыншы. Енді келесі функцияны табайық. Бізде ол функциямыз, яғни x-ің орнына мен төбеде тұрған мәнді әкеп қоямын. x-ің орнына x плюс 6-ның квадраты минус 6-ны қоямыз. Енді минус 6 мен плюс 6-ны жоямыз, және 8 бен 2 көбейеді, 16-ші дәрежені береді, минус 6-ны. Енді соңғы функциямыз, берілген функцияны табайық. Дәл сол алгоритм x-тің орнына төбеде тұрған мәнді орнына қоям. Сол кезде минус 6 мен плюс 6-мызды жоямыз. 2 мен 16 дәреже көбейеді, 32-ші дәрежесі. Берілген функцияны таптық. Енді сол функцияны нөлге теңестіргеніміз. Яғни нөлге теңестіріп, теңдеуді шешіңіз дейді. Сол жердегі x табыңыз дейді. Енді соны нөлге теңестірдік. Мына функцияны таптық. Оны нөлге теңестірдік. Енді минус 6-ны теңдіктің оң жағына тастасам, және 32-лік төрді алсақ, теңдіктің екі жағынан бірдей 32-лік төрді. Сол кезде 32-лік төр мен 32-лік дәреже қысқартып, модульді береді. Бізде білеміз, жұп дәрежені қысқартқан кезде модульді береді. Модульден 2 таңба шығады, плюс және минус таңбасы бар. X плюс 6-ның плюс және минус 2 шешім болады. Модульді тастаған кезде 2 шешім болады. Енді жауапты жазайық. 6-ны теңдіктің оң жағына өткізейік. Жауапты жазайық. Жауабы x плюс минус 32 түбір астында 6 минус 6-ға тең екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Ұнамаса, оны да белгілеп кетіңіздер. Рахмет.